Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Алтын балта арнасына қош келдіңіздер. Егер де сіз әскерде бір жыл болып келсеңіз, соның өзінде көптеген қызықтарға куә болып келесіз. Бүгін сіздерге әскерилердің камераға түсіп қалған күлкілі әрі ұятқа қалдырар әрекеттерін көресіздер. Иран елінде әскерилер күштерін таныстыру рәсімі өтті. Ол рәсімге генералдар, көптеген жоғары лауазымды адамдар келген болатын. Көріп тұрғандарыңыздай, әскерилер құмыраны ұрып сындыру керек еді. Алайда, құмыран сынар емес. Көмекке келген адамдар да сындыра алмай қойды. Соңында құмыран әскерилерді жеңді. Ал келген генералдар болса, бастарын шайқап кетті. Ал мына әскерилер арасындағы жарыстардың бірінде танкіні қалай бұрмақшы болған түсініксіз болды. Алайда танкіні бір айналдырып түсіріп, бәрін таң қалдырды. Негізінен әскерилердің танкіні аударып алғаны бір осы ғана емес. Көп тонналы танкіні жүк машинасына шығарады, аударып алған кездері көптеп кездеседі. Танкі темір ғой, аударылса да ештеме етпейді дерсіз. Алайда бұл да көптеген шығынға түсіреді. Себебі бір соғыс танкісі миллиондаған доллар тұрса, кішігірім бұзылған жерінің өзіне қанша кетерін ойлап көріңіз. Мына танкі алда кетіп қалған танкілерге жетіп алмақшы болды. Алайда бірдеңе дұрыс болмады ма, жағадағы столбқа барып соғысты. Бұл жерде осынша адамның көзінше жолды жарамсыз қылды. Осындай ауыр салмақты танкіні бұру қалай ойына келді екен. Бұл видеодағы әскер ережені ұмытып қойған секілді. Егер де ракетаны дұрыс техникаға қоймасаң, не боларын көріңіздер. 80 миллионды самолетті қалай жарамсыз темір қылсам болады деп жүрсеңіз, мына көріністі көріңіз. Екі орыс ұшушысы ерекше әрі қиын әрекетті жасамақ болды. Алайда көбірек төмендеп кеткендіктен құйрығы жерге тиіп жана бастады. Ұшушылар тез арада самолеттен шығып кетті. Ал самолет есе жанып күл болды. Басшылар бұған ұшушыларды кінәлі деп тапты. Әскерде ең қорқынышты әрі қызықты кездер ракетаны ату кезінде болады. Ракетаны ату кезінде қандай да бір ақаулықтың кесірінен алдыңа түсіп қалса, осы сәтте сол маңда тұрған адамдардың бүкіл өмірі көз алдына өтері сөзсіз. Негізінен YouTube'да бұндай видеолар көп, ал сіздерге солардың ең қызықтыларын көрсетеміз. Мына балаға қараңыз. Оның ерпігісі атылмай қалған кезде алысқа лақтыруға тырысты. Алайда ауада атылып кетті. Тағы да ешкімге зияны тимеді. Ойлап қараңызшы, мына атылмай қалған ракетаны теңіз әскері алдында көрген кезде қандай күйде болды екен. Көп жағдайларда бұндай оқиға ракета жарамсыз болып қалғандықтан болады. Сондықтан зияны тие бермейді. Көп жағдайларда жаңадан келген әскерлер граната лақтырады, қателіктерге жол береді. Сондықтан көп ойланбай қашқаныңыз жөн. Кейде әскерилер физика заңдылығын да ұмытып қояды.
кей кезде түсу үшін қолайсыз орынды таңдайды.